Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Дене шынықтыру пәні бойынша педагогтердің білімін бағалау тестіне дайындықты одан ары қарай жалғастырамыз. Екінші бөлім. Алдыңғы бірінші бөлімді менің арнамнан көре аласыздар. Дайындық материалдар қажет болса, төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз. Бірінші сұрақ. Алғаш рет Алматыда гимнастикадан спорттық көрсетілім өткен жыл. Дұрыс жауабы 1922 жыл. Екінші сұрақ. Арнайы дайындықты талап етпейтін ойындар. Дұрыс жауабы қозғалмалы ойындар. Қозғалмалы ойындар арнайы дайындықты талап етпейді. Үшінші сұрақ. Аяқпен итерілгеннен кейінгі ұшу фазасы. Дұрыс жауабы секіру. Секіру аяқпен итерілгеннен кейінгі ұшу фазасы. Төртінші сұрақ. Әйелдерге арналған гранаттың салмағы. Дұрыс жауабы 500 грамм. Әйелдерге арналған гранаттың салмағы 500 грамм. Бесінші сұрақ. Баскетбол ойынындағы қорған себет, яғни кольцоның диаметрі. Дұрыс жауабы 45 сантиметр. Алтыншы сұрақ. Бұлшықеттердің дамуына байланысты адамның. Дұрыс жауабы күші дамиды. Бұлшықеттердің дамуына байланысты адамның күші дамиды. Жетінші сұрақ. Волейбол сөзі ағылшын тілінен қалай деп аударылады? Дұрыс жауабы ұшатын доп. Волейбол сөзі ұшатын доп деген мағынаны береді. Сегізінші сұрақ. Граната лақтыратын орын енінің 110 метр болуы. Дұрыс жауабы қауіпсіздік мақсатта. Граната лақтыратын орын енінің 110 метр болуы қауіпсіздік мақсатта. Тоғызыншы сұрақ. Дала жарысы дегеніміз не? Дұрыс жауабы табиғи ойлы қарлы жерлермен жүгіру. Табиғи ойлы қарлы жерлермен жүгіру дала жарысы деп аталады. Оныншы сұрақ. Ертеңгілік гимнастиканы орындау уақыты. Дұрыс жауабы 5-6 минут. Ертеңгілік гимнастиканы орындау уақыты 5-6 минут. Дене тәрбиесі бойынша екінші бөлім аяқталды. Сабақ пайдалы болса арнама тіркеліңіз, қоңырауды басыңыз және де пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Келесі бөлімде кездескенше.